Бәріңізге ассалаумағалейкум. Қазақстанның ОДКБ-дан шығу туралы қауесеті соңғы бірнеше күнде әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде белсенді түрде тарап жатыр. Алайда елдің сыртқы істер министрлігі бұл ақпаратты жоққа шығарды. Қазақстан Республикасының Қазақстан ұйымды құрудың бастауында тұрған және оның белсенді қатысушы болып табылатынын мәлімдеді. Ал ОДКБ-ға мүше болу ұлттық мүдделер мен толық жауап береді. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шартта оған қатысушы мемлекеттер үшін оның Қазақстан үшін де қауіпсіздікті қамтамасыз етуге заңды түрде міндеттейтін кепілдіктер көзделген. Бұдан басқа ОДКБ шеңберінде халықаралық терроризмге, заңсыз көші-қонуға, есірткінің заңсыз айналымына, трансшекаралық қылмыстыққа, ақпараттық саладағы қатерлерге бірлесіп қарсы іс-қимыл жасау дағдылары пысықталып жатыр. Осылайша ОДКБ аясындағы ынтымақтастықтың Қазақстанның сыртқы саясатының маңызды бағыты болып табылады. Біздің еліміздің ОДКБ-ға қатысуы Қазақстанның ұзақ мерзімді стратегиялық құжаттарында көзделген. Жалпы Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымның шығу мүмкіндігін қарастырмайды деп нақты мәлімдеуге болады.